Қазақстан облысының колледждерінің студенттері үшін үлкен мереке болып жатыр. Қош келдің әз Наурыз деген үлкен мерекені Сәрсен Аманжолов атындағы университеттің жоғарғы колледжі ұйымдастырып отыр. Мінекей бүгін өздеріңіз көргендей әртүрлі спорт ойындары, асық ату, қол күресі, тоғызқұмалақ ойындары өтті. Солардың жеңімпаздары аталады. Сонымен бірге үлкен ұлттық нақыштағы салт дәстүрлер көрсетілді, тұсау кесу сияқты. Сонымен бірге біздің талапты ақындар айтысын көрсетті. Мінекей мына ақын баланың аты Сымбат, міне ақын қызымыздың аты Дилназ. Мінекей осы екі бала бір-бірімен айтысып, үлкен қыз бен жігіттің айтысын көрсетіп отыр. Үлкен көрме өтті. Ол көрмеде балалар өздерінің қол өнерлерін жасап әкеліп көрсетті. Шығыс Қазақстан облысында 39 колледжі болса, соның 29-ы бүгін осы алаңда өздерінің өнерлерін, билерін, әндерін шырқап, ойындарын көрсетіп жатыр. Қайырлы күн. Мен Сәрсен Аманжолов атындағы жоғарғы колледжінің 1-ші курс студенті Абутова Дилназ Самалқызы. Мен 8-ші сыныптан бастап айтысқа қатысқан болатынмын. Мен Абай облысы Аягөз қаласының тумасымын. Лицей мектебінде бітіріп, сол жастан бастап өзімнің айтысқа деген өнер жолымды бастаған болатынмын. Қазір мен Өскемен қаласы Аманжолов атындағы жоғарғы колледжінің айтыскер ақын қызы болып жүрмін. Ұлттық жоба енгізіп, мәртебесі жұмада күмбірлетіп күй төгетін қазағымның ойындарын жандандырып, кез келді жас балалар ел білетін демекші. Бізде бүгінгі Наурызда өзіміздің қазақи салт дәстүрімізді, ойынымызды және де көрмелерімізді көрсетіп, қазақи үлгідегі киімімізді киіп көрсеткен болатынбыз. Той базар, тойлай келдім, алтын сақа қолға алып, ойнай келдім құрбым-ай. Қарға барсам қой семіз, ойға барсам ой теңіз, өтіп кетті-ау біздерден қайран жастық 18. Наурыздарыңыз құтты болсын. Ай бәрекелді.